Біз аман-есен Қызылорда, киелі сыр елі, жыр елі, киелі Қызылорда халқымен келдік бүгін тағы елді соған халықтың шақыртуымен. Апа, сіз бұрыннан келіп жүрсіз, жақсы болып жатсыз ба, қалайсыз? Сізге айтып. Сізге жақсы болып жатсыз ба? Жақсы аман. Не, бұрын аяғым шамалы не қылмайтын, қазір жүрем көшені арылып былай. Жүре алмай келіп едіңіз? Иә, әжеге бір тоқтай беретін тұғым, ауыр. Жағдайың жақсы болды ма бізге ем алғанда? Жақсы, бірақ Батаға қатысасыздар ма? Батаға да қатысым арасында осы 2 апта болды ма, көрмей қалдым мен неден. Бата тегін ба, ақшамен ба? Енді әркім өзі ықыласын біледі ғой. Мен ақша сұрайын ба сіздерден? Жоқ. Мысалға батаға сіз қанша салып қатыстыңыз? Енді мысалға болса 1000 теңге саламыз, жоқ болып қалса 500 теңге салам, сондай. Өзім әркім өзі. Салмаған күндеріңізде болса? Салмай кіруге мен аламын. Кеше мысалға голтындағын бәрін жұмсап қойыппын байқамай. Қой, неге аласыздар? Ешқандай ұялмаңыз. Бата деген 7 теңге ырымдаса қабыл бола береді. Қызылордаға жетіп, келіп, бүгін тағы жұмысымызды бастадық. Апа, сіз келіп жүрсіз, жақсысыз ба? Мен жақсы болдым қазір. Бұрын осы Бағдагүл ханымға келмей тұрғанда енді өміріммен қоштасатын шығармын деп қорықтым. Кейіннен келіп, емделіп, қазір жақсы болдым. Құдайға шүкір, көп рахмет Бағдагүл ханымға. Батаға қатысасыздар ма, апа? Батаға да қатысып тұрам. Ақша сұраймыз ба? Ақша ілінгенін саламыз ғой енді, сіз бірақ сұрақ көрдің ба? Жоқ. Ақша сұрамайсыз. 7 теңге болса жарайды ырымдап. Ол ерте міне үлкен кісілер, ерте сіздер от неге барғанда, мен де барам. Ештеңе керек емес ол жаққа, міне Құдай ақы деп айтайын. Оларды сұрап жатқан жоқ, босқа әруақтарға да ұят болар. Ол енді бізге жаңағы қолының ақысы дей ма бірдеңе айтады ғой. Өздеріңізге ауыр болмасын. 7 теңге болса ырымдап жібер. Атам қабыл деп айтпайды, бірақ өзіміз қазақпыз ғой. Жаңағыдай тиынне саламыз қолымызға ілінген, кейде шамалы көптеу, кейде аздау тиын. Қызылорда халқы керемет жақсы емге келіп, өздерінің ықыластарын білдіріп жатыр. Мына анамыз қай уақытта келдім дейсің бұрын? Бұрын 3 жыл бұрын келдім. 3 жыл бұрын. Қай жеріңіз ауырып келді апа? Аяғым, белім ауырып, Бағдагүл ханымнан ем алдым. Сөйтіп жүріп, мен 6 жыл көтермеген келдімді алып келіп. Содан Бағдагүл ханым қыз сыйлаған бізге. Алла қызды болып немерем шауып жүр, қазір 2,5-да қызым жүгіріп шауып жүр, сайрап жүгіріп шауып жүр немерем. Рахмет, мен белім мен аяғым. 3 жылдан кейін қайталап тұр ма? Қайталап тұр, иә. Оған да шүкір. Нешедесіз апа? Жетпістен. 10.000 теңге төлегенге ренжіп тұрған жоқсың? Жоқ. 10.000 теңгеге Астанаға келе аласыз ба Қызылордадан? Шыныңыз айтшы. Қаяқтан барады, оған деген пенсиямызда жетпейді оған. Келіп емдегеніме қуанып жатсыздар ма? Қуанамыз. Батадан істеп дейсіз ба? Қалай болып дейсіз апа? Бірінші баласы кестірба болған. Екінші өзім туам деп сізге қайта-қайта деп баталды ғой. Иә. Сосын өз Достар күшті болып адам қарап Қызылорда. Апа айтамын, бұрын келдіңіз ба, жақсы болдың ба? Адам қарап Қызылорда. Апа айтамын, бұрын келдіңіз ба, жақсы болдың ба? Ойбай, Щитовидканы қалай айтады? Қорқып отыр, мені бәрі қазақша сөйлейді. Ойбай, Щитовидканы қалқанша без деп айтады. Жақсы болдыңыз ба? қалқанша безімне жақсы болдым. Ем жақсы жүріп жатыр. Негізі қалқанша без деген, мына қолмен қысып емдейм күшті мынау. Ана безді бассаң кәдімгідей кетеді. Сосын аса таяқпен ұрамыз. Осы мені келіп қылғындырып жүрмеңдер. Ана кісі жазылып кетті, мен неге жазылмаймын, қалай емдедім. Сосын бір бүгін тыныш отырайын деп жатырмын. Бірақ айту керек білмеймін. Роза апамызға не болған? Ырымбаева апамызға орысшаны қорқытып, анандай қиынып алып қойшы сиямыз. Опять құстай olмайсың ма жастарың? Bir аяқ көрде, bir аяқ жерде отырғанда олай болмайды ғой. Жас кездеріңізде бұндай болған жоқ па? Не болып кеткенсің? Бәрі қазақ болып қалу үшін бізге тілімізді құрметтеу керек. Салт дәстүр, тәртіпті жақсы көреді. Ол жаңа бір арнайы келіп айтып жатыр. Тәртіп болды ғой, сіз тәртіпті сүйесіз. Бұрын жаңағы әкім деп
бір звонокпен бір қоңырау соғып кіріп кететін ғой адамдар. Ондай жоқ, менде көп жұмыстан сол үшін қыздарды шығардым ғой. Ана таныстарын кіргізген үшін. Бізде ширатпен тұрып, еңбектеніп, адал түрде ем алу керек. Ол болмайды ғой. О дүниеге алалық жоқ. Жердің үстінде болуы мүмкін, жердің астында бәріміз бірдейміз, достар. Оны енді уақыт көрсетер. Күндердің күні болғанда бидайдың баратын жері термен, бәріңіз сол жаққа барасыздар. Сіз жақсы болдыңыз ба, апа? Иә, мен 5 жылдан асты қазір қаттап келіп жүргенім өзіңізге. Ұйықтамай жүредім, жақсы болды. Ұйықтамай жүредім, сол осыдан 2 жыл бұрын келгенімде асат аяғымен емдеп жақсы болып кеттім. Ұйықтым. Қарағатым жаңа. Дәретханаға баратын уақыт жоқ, шынымызды айтсақ. Қызылорда ғой. Сол жаңа шықсам бір үлкен қарт кісі келіп отырды. Мен айтам, мына қарт кісіні бір кіргізіп жіберейік, орнымды берейік, бүйтіп істейді адам жоқ, осы неге? Ең мықты ем, қазақы ем қонатын бізге келсеңіз, ол қандай деп сұрасаңыз, өзіңіздің ширатыңызды алдыңызға осындай кісілерді, жағдай ауыр кісілерге көмектессеңіз, ем күшке түсті. Өйткені адамгершілік қой бізде ем. Ондай керек емес. Мына алтын тырға тағып, приз, анандай сыйлық, бір торт, бірдеңе гүл әкеліп, одан батаң күшті болмайды. Емің да адамгершілік деген бір зат бар енді, ол бәріңізде бар затты сұрап жүрмін. Ана тіліңді құрметте, ата баба, үлкен кіші бір-бірімізді естіп келдім. Құрбымның қызында диагноз болды, ЗПР, СРР деген, сол жаңағы центрларға барды, бірақ осы сізден жақсы болды. Өзі риза, сосын естіп бірден. Я мына кішкентай, сен одан кішкентай ма? Одан кішкентай. Бәсе мына сіздікі жеңіл, бір 2 рет әкел жарайды. Мынандай кейбір балаларды кішкене үлкендеу болады. 13 жасқа дейін ғана қараймыз, одан кейін қиындау, ренжімейсіздер. Бұлар әлі бермейді. Мына бала уақытында келіп тұр. Жақсы. Жақсы, апа, рахмет. Қызылорда халқының айтып жатқан нелер ғой, пікірлер. Алғысымыз шексіз, апа, рахмет. Жақсы. Барлық менің емделушілерім білмеймін, қазақша сөйлеуге тырысып жатыр. Құрбы деп бір нелерді айтып. Апа, кіре беріңіз. Сол заманның, қазіргі заманның ауруы жаңағы. Келіп ем алыңыздар, ем бар, иншаллах. Осы оқымнаны қарап